Барлығыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен жаңа оқу жылына аяқ бастым, 4-ші курсым, тәмамдайтын курс, универ жырын бітіретін курстардың соңы 4-ші курс. Ойлайсыздар ғой, мен бір андай керемет теориялық білім жинадым, я болмаса алған шығармын, бірақ қазір есімде ешбірі де жоқ. Соған кішкене қапалымын, себебі мен аудитор ретінде аудит сабағын өттім ғой, бірақ қазір нәтижесінде ешқандай ақпарат миымда жоқ, миымда қалмаған. Не жайлы айтатынымды, сұрақ қойғанда қалай жауап беретінімді білмегенде, өзім абдырап қалған кезде мен не оқыдым, мен не қойдым деген сұрақтар қойылады ішімде. Жарайды. Білім ол әрине жинала жатар, ал оның жиналмаған үшін өзімді кінәлағым келмейді. Жарайды ма? Көріп отырғандарыңыздай обстановка, я болмаса видео түсіріп жатқан орным ол универ. Менде 1 сағаттық окошко пайда болды, сондықтан мен осы мүмкіндікті пайдаланып видеоны жарыққа шығарғым келді. Okay, actually, I don't know what about talk about right now. Блять, және менің ағылшыншам да ақсап бара жатыр күннен күнге. Мен қазір GPT-ға кіремін де, мен 1 ай бойы видео түсірмедім. Өзім жайлы қандай ақпараттармен подписчиктеріме бөлісе аламын деп сұрайтын боламын. Қандай маған қызық жауап береді екен. Қызық болмаса да енді көрейін жауабын. Дегенмен де үлкен хайлайт деп айтпай қояйын, себебі август айы жеңістер мен жеңістерге толы болды. Шынын айтайын. Үлкен эмоционалдық качелиялармен өзіңе деген сенімнің бұлай орындары ауысып тұратын күндер, шынын айтсам, шаршатып жіберді. Сондықтан мен дұрыс жолдамын ба, мен неге бұлай жасадым, жазымды қалай өткіздім, келесі жазымды неге бұлай өткізгім келмейді, я болмаса қандай адамдармен таныстым, қолымдағы дәйектерді яғни қолыма жинай бастадым. Бірақ дұрыс анализ жасап, өзіме есеп берген уақытым болмапты. Бірақ тамыз айы шынын айтсам, кішкене тамыздың 15 күні бастапқы энергияға толы, өзіме деген сенімге толы, яғни үлкен энтузиазммен өткізілген күндер болды. Ал келесі жартысы, яғни 15-нен 30-шы периодтар аралығында мен үлкен жаңалықтар менің кішкене распорядок дня, я болмаса қалай айтсам болады, үлкен пландарымды өзгертіп жіберді. Оның бірі, мен жұмыстан шықтым. Ойбай, оны айтпай қояйын. Айтайын ба әлде, өте ішкі скандалға толы. Достар, мен интрига жасап қойдым ба сендерге? Скандал емес, яғни компанияның ішінде барлығы жақсы, ешқандай андай бір ауыз толтырып айтарлықтай ешқандай бір конфликт, я болмаса скандал болған жоқ, яғни ішкі өзімнің скандалдарым. Мен үлкен пландар құрып қойдым ғой. Мен как минимум қыс айына шейін 2025 жылдың қыс айларына, қыс мезгіліне дейін жаңа пландарымды істеп қойып, осындай энтузиазммен жүрген кезде маған осылай өздерінің принциптарын және жағдайын айтып келгенде басшылық, мен кішкене өзімді ступорда сезіндім, шынын айтайын. Өте керемет орын, керемет жер, адамдар, атмосфера, соның бәрімен қош айтысуға мен іштей жыладым. Неге осылай? Мүмкін біліп тұрмын, мен өмірімдегі жаңа период, жаңа ақ парақ, жаңа таңдаулар ашылатынын біліп тұрмын, үлкен маған мүмкіндіктер берілетінін де басқа біліп тұрмын. Дегенмен де осындай бір жайлы орынмен қоштасу неге маған бұйырды? Неге қазір дәл осылай мен барлығымен қоштасуым керек? Сонда мен не үшін ақтер көктер болып сондай жерді таптым? Не үшін маған ондай алдамшы мүмкіндік берілді? Деп философиялық тұрғыда ұзақ ойландым. Августтың, получается, жартысы сол жаңалықтармен, сол ойлармен жүріп жатты, күндерім өтіп жатты. Осылай, яғни жаңа да құрылған пландарым тамыз айына қиратылып жатты, бұзылып жатты, ұнамайтын жайттар болып жатты. Дегенмен де барлығына ризашылықпен қарауға барынша тырыстым. Яғни қарап отырсаңыздар, ойласаңыздар. Жалпы мүмкіндік туралы ойлау, өмірдің неге бұндай кезеңдерімен, неге бұндай шешімдерімен, бұрылыстарымен өзім бетпе-бет келіп жатқаным жайлы туралы ойланудың өзі үлкен наблюдательностьті талап етеді. Оны мен 100% істедім деп айтпай қояйын. Бақылауларымның көбісі анализсіз, көбісі рационалдық ойларсыз, субъективны болып жатты, объективны емес.
анализ жасамадым былай қарасақ, бірақ ойлар толассыз ағып жатты. Мен олардың потогын жаба алмадым. Өзім іштей. Өте қызық кезеңнің бірі болды, және менде шынымен де сұрақ. Енді жаңа мүмкіндіктер қайда? Жоқ, мүмкін беріле жатар. Дегенмен осы жұмыстан шыққаннан кейін әрине кейбір предложениелер, офферлер болды, бірақ мен өзімнің іштей дайын еместігімді, қазіргі өмірімнің этапын басқа нәрсеге арнағым келіп тұрғанын сезіндім. Бірақ ол ұзақ уақытқа созылмады. Енді мен жаңа мүмкіндіктер іздеудемін. Тағы да осы жұмыс іздеу процесі өте шаршататын, өзіңе деген сенімділікті қирататын, құлдырататын, іштей сұрақтарымды туылдыратын нәрсе ол жұмыс іздеу. Табылмай жатса, тағы да мен қандаймын, неге табылмай жатыр, табылып қалса, мүмкін басқа жаңада ыңғайлырақ, керемет, обязательно требованиелермен, условиялармен табылып қалатын шығар деп күтіп жүру, ойланып жүру энергияны алып кетеді ғой шіркін. Оны кім қайтарады? Конечно, оны өзім қайтаруым керек. Оны қайтару үшін тағы да ресурс қажет. Осындай циклда жүру әрине, білмеймін, шашымды ағартып жібереді. Достар, негізі мен бұл видеоларымды өзіме жолдаймын, өзіме арнаймын деп айтамын ғой. Шынында маған түкке де қажеті жоқ сияқты сезінемін бұл видеоларды. Түкке де. Ешқандай бір салмағы жоқ екенін де сезінемін. Сондықтан да бәлкім мен бұл істі нақтылай алмаймын. Нақтылай алмаймын өзімнің графигімде. Ребята, я говорю про свой график, но у меня его нет. Понимаете? Ол график менде жоқ нәрсе. Мен білмеймін, график деген сөздерді қолданып сөйлесу мені бір блатной, керемет, ойбай, өз өмірін қолына алған адам ретінде көрсетеді деп ойлаймын ба, білмеймін, бірақ видеоға келгенде, адамдардың алдында сөйлегенде мен бір андай кереметтей, ойбай, менің әр сағатым өзіме ұнайтын, я болмаса қандай да бір өзіме жүктеп алған жауапкершіліктерімді атқаратын уақыт деп бөліп алған адам сияқты. Былайша айтқанда бір керім адам сияқты болып жүремін да, бірақ шынын айтсам мен қазір не істейтінімді білмеймін. Мен бұл тұрғыда айтып тұрған жоқ, мен спонтанный адаммын деп. Жоқ, мен жай ғана планым жоқ. Жай ғана мен не істейтінімді білмеймін. Осындай бір видео алдында, я болмаса дәптер алдында, қағаз алдында есеп беретін кезде әрине ойланып бастаймын, бірақ по факту жоқ ол нәрсе. Мен қазір видео алдында осылай жаңағы август, тамыз айын тәмамдап wrap-up жасап жатырмын ғой. Бірақ мен іштей оны жасамады. Видео алдында осылай ғана бір 15-20 минуттық видео үшін бар миымдағы нәрселерді шығарып айтып жатырмын. Өзімді 200-де сезінемін. Видеода бұлай, видеода маған көмектесетіні бұл аузымнан шығып жатқан сөздерді миым қорытып жатады ғой, яғни сол кезде түсінемін менің позициямды. Мен өз позициямды сол кезде ғана түсінемін. Мен дәптер бетінен түсіргенде ғана өз позициямды түсінемін. Ал ойларымша мен тамыз айында ештеңе жасамаған нақұрыспын. Тамыз айында үлкен қателіктермен, бірақ қателіктердің өзі үлкен сабақ екенін біле тұра, сол қателіктерді жіберген, я болмаса мүмкіндіктерді жіберіп алған нақұрыспын өз ойымда. Ал видеоға түсірген кезде бұл ойларының ешқандай объективті емес екенін, деструктивті екенін, маған қандай ауыр ойлар алып келетінін, сезімдерімді табуға түкте көмектеспейтінін білемін, аңғарамын. Түсініп отырсыздар ма? Бұл видео настолько спонтанный. Мен бұл видеоларды ойбай пландап, тағы да не, я болмаса басқа түрде жеткізе аламын, бірақ зачем? Кім қарайды? Мен шынында ойлаймын, кім қарайды менен басқа? Бірақ мен егер өзім қарайтын нәрсе болса, мен неге соншалықты тыраштанып бұл істі жасауға, неге соншалықты ойланып жүремін? Ойланғанда енді ойлайсың ғой, мен бір тема табуым керекпін, бір қызықты нәрсе табуым керекпін, главный маған шусыз түсіре алатын, осылай сөйлей алатын жер болуы қажет, менің бөлмеде ешкім болмау қажет деген ситуациялық нәрселерді ойлайсың ғой ойлағанда. Не үшін мен өзімнің сөз саптауымды дұрыстап, ойларымды түгендеуім қажет? Не үшін? Яғни бұл видео өзім үшін, өзімнің кайфыма үшін істелетін болса, жасалатын, түсірілетін болса, мен не үшін соншалықты қиналуым қажет? Өте тупой сұрақ. Неге оны қойғанымды да білмеймін. Егер мен өзіме онда мен өзіме ұнайтын видео түсіру үшін неге ойланбауым қажет? Неге мен өзіме ұнайтын
істі жасау үшін кішкене бір effort, яғни усилия жасамауым қажет. Неге мен кадрдан өзімді әдемі, я болмаса светтің дұрыс қойылуын талап етпеуім қажет? Себебі бұл іс маған ұнайды, мен неге оған инвестиция құймауым қажет? Инвестиция ол менің энергиям, уақытым. Неліктен мен сонда өзіме ұнайтын іспен айналысуым, істі құнсыздандырып тұрмын ба? Осылай басталады ғой, не осылай басталады құнсыздандыру? Мүмкін бұл каналда 100 мың, 10 мың, тағы да айтып тұрсыздар, көріп тұрғандарыңызда мен даже миллион деген цифрды айта алмаймын, себебі сенбеймін. Яғни адам көбейген сайын менде жауапкершілік арта түседі ме бәлкім. Бұл этапта жай ғана бұл істер, бұл іс маған ұнайтын іс, яғни в кавычках маған ұнайтын іс болып тұр. Ал егер адам жиналса, бұл іс дағдыланып, бәлкім менің проф әрекеттеріме айналатын шығар. Себебі жауапкершілік пайда болады. Қалай ойлайсыздар? 17 минуттық 17 минутқа созылатын видеода мен не айтып тастадым? Көп нәрсе айтып тастадым негізі. Етекші құрсын, Teams'қа кірейік, жоқ, TGWeb'ге кірейік. Осы жерде менің істейтін тағы бір шаруам бар, ол нарай. Где-то бір 10 минутта осы видеоны тамамдап, жалпы не сүргенді ойлануым қажет. Ой, кешіріңіздер, тағы бір жаңалығымен бөліскім келді. Ол мен магистрға түскім келеді. Мен түкте универімді қимаймын, мен түкте бұл процесті қимаймын. Маған осындай бір стабильность ұнайтын секілді. Иә, стабильность. Тамыз айының бөліктерімен бөлістім деп ойлаймын. Өзім үшін видео, сондықтан критериялар маған ғана арналған, окей? Don't get annoyed or whatever. Біраз уақыт түсінбегендіктен немножко отвыкла. You know, I'm a random girl quite a bit, so I do every time random things, and I don't really think about being responsible about the topics that I choose, what I'm saying, what I'm talking about. I actually don't pay attention that much. Am I informative, or was this information good enough or informative for my viewers? I don't actually think about it. What I think about it is I have done this thing. I have done recording my video, and I'm a good girl. Okay, that's enough for me for the first steps. So if you don't understand English, I'm very sorry, and I'm very sorry for editing skills, because I don't want to spend none of my minutes of life. Блять, что я несу? None a minute of my life for editing. So apologize for that one, that moment. If you enjoyed the video, you can subscribe, you can comment below. Yes. Sizlerle beraber. Bye.